Сәлем, құрметті оқырмандарым. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Менің видеом сізге уведомление болып барып тұрады. Менің YouTube каналымда жалғыз рецепттер емес, пайдалы ақпараттар, пайдалы кеңестер бар. Яғни жемістердің, көкөністердің адам денсаулығына, адам ағзасына пайдасы туралы жазылған. Енді бүгін бізде қытырлақ рецепт. Оған бізге керек 5 жұмыртқа, сосын кішкене 3 шай қасық шекер қосам. Сосын кішкене қасықтың ұшымен нан соды қосамыз. Сосын кішкене шым-шым тұз қосамыз. Осының барлығын араластырып, яғни бірінші жұмыртқаны бұлғап аламыз да, үстіне жаңағы тұз, нан сода, шекерімізді қосып аламыз. Сосын осылай ұнмен илейміз. Мен ұнды илеп бастағаным бұл. Енді дальше илеп көрсетейін. Мінекей ұнды салып жатым. Енді бұл кәдімгі нан илеген ұқсап. Нан илейсіз да, сосын кішкене дегдікті қоямыз. 1-2 бастырып, сол нанын жазған сияқты. Нанды да жазғанда да 1-2 бастырғаннан кейін барып жазамыз ғой. Сол сияқты дегдікті қою керек. Жазғанда да оңай болады. Сосын нанын жазған кезде өте жұқа болу керек. Әйтпесе қалың болса, ол чак-чак болып кетуі мүмкін. Сол үшін өте жұқа аламыз. Сосын арнайы қытырлық кесетінен кесу керек. Менде көріп тұрғандарыңызда әлі жабысқан, сондықтан ұнды қосыңқырап илеп аламыз. Бұны су қосып, сүт қосып илемейсіз, жұмыртқаның өзінің үстіне ұнды салып отырып илейсіз, қашан нан болып иленгенше. Неке көріп тұрғандарыңыздай жабысқақ емес, иленіп тұр. Енді осыны жарты сағатқа дегдіктіп қоямыз да, жарты сағаттан кейін қайттан осылай бүйтіп 1-2 бастырып қоямыз. Жұмсарып тұру үшін. Бетін жаппаңыздар, бетін жапсақ бұлсырап кетеді. Сосын жазған кезде оны көп кетеді да, сосын ол қытырлық дұрыс шықпай қалады. Қытырлыққа бірақ онда көбірек жазып жатқан кезде көбірек істеу керек, жабысқақ болмау үшін. Көбірек сеуіп отырып жазасыздар. Мінекей иленіп тұрған нан, 5 мармақ нан қосып дайын. Қазір енді кесіп пісіретін болам. Сковородка емес, бақырашқа май құйып, вилка арқылы, вилканың көмегімен пісіретін боламыз.